Сәлем, қайырлы күн, қалайсыздар? Біз қыздарды мектепке апарып тастап, өзіміз сыртта тосып жүрміз қыздарды. Бүгін 3-ші күн, қыздар вроде үйренген сияқты, нормально, уже адаптация бәрі. Өздеріне подружка тауыпты. Әзірге тек қана пенал, түрлі түсті карандаштермен ғана бар уже. Себебі суреттер береді екен, үзік сызықтар береді екен бір-біріне қосуға. Соған үйренгенше сөйтіп. Байша бәрі жақсы, екеуі ұнады, барлығы жақсы, күшті, сабаққа барам деп кеп жүр. Бірақ қашан сумка апарамыз дейді. Пеналмен ғана бар жоқ, соған сумка қашан апарамыз. Үйдегі дәптерлер, ручкаларды апарайықшы, қолданайықшы деп жүр. Содан қазір 2-де барады қазір. Барды, точнее, 3-те алып кетеміз. Алла қаласа. Сондай сабақтары жақсы вроде. Подружкамыз жақсы, подружка таптық. Кеше екеуі 2 орынға отырып апты. 2 түрлі орынға. Бірінші күні екеуі бір партада отырған, кеше екеуі 2 партаға бөлініп отырып апты. Подружкалармен отырдық деп жарайды дедім сонымен. Сол қазір енді тосып соларды жүрміз. Біз барамыз 3-ке қарай. 3-ке 5 минут қалғанда барып тосып отыру керек екен уже. Сондай. Мен сол как всегда попанайларыма барып жатырмын. Дочентайларымды алып кетуге уже уақыт болды. Соған бара жатырмын. Күшті бүгін погода жылап тем отыр. Қазір ойлап тұрмын, папамыз үйде. Соны кішкене прогулка жасап далада жүріп қайтамыз ба деп ойнатып қыздарды. Солай. Сәлем достар. Айтыңдар енді. Сендер қайдан шықтыңдар, қайда бардыңдар? Сабақтан шықтық. Әңгіме айтыңдар. Мынандай сурет салып, Кейін сабақтан алып шықтым. Үйдің қасына келіп, папасы үйге кіріп кетті бір жұмыстармен. Біз машина тосып отырық. Дальше жұмыстармен кету керек. Жаңа прогулка ашамыз. Дочаларымдай балапанды суретін бір-біріне үзік сызықтарды жалғау деген осындай тапсырмалар орындалады екен. Саңырауқұлақ қою деген күшті. қазір Пока что адаптация уақытына сондай нәрселер ғана, сосын ертеңнен бастап уже не етеді. Дәптер, ручка, сумкалар. Отыр, балам, отыр. Олай істеу болмайды, отыр. Ой, күштісін. Нәзем бояған қойшы. Мала. Қоян ақ болады. Фатиха өзін жаңағы саңыраулығын таста кетті. Мұғалімі бермепті, сен әлі ананы бітірген жоқсың деп сонымен таста кетіп қапты. Ертең жалғайсың деген ғой. Ертең жалғастырады. Ертең жақсы.
кесіпті. Далаға шығып құлаған. Содан аптечкадан йод іздеймін. Лейкопластырь іздеймін деп ақтарсам аптечкада бәрін сұрау өтіп кетті. В общем, йод, зеленка дегеннің бәрі сұрау өтіп кетіпті ғой. Содан осыны сұрау өтіп кетіпті. Қайт соны реттеп жатыр. Менде аптечкам пустой. Керекті основной деген дәрілерімнің бәрін сұрау кетіп қалған ғой. Қолым бүйтіп кесіпті. Еще оны терісін бүйтіп сыдырып жұлған ғой. Жылап, үйге бақырып кірді. Жүгірме десе тыңдамайтын балалар ғой. Жүгірмеңдер, алыспаңдар далада деп. Енді отыр, қолмай, жума, ұстама деп. Енді кешкі тамақтың қамы болып отыр. Бүгін тағы варенье жасап жатырмын. Қыздар варенье сұрады. Мына жақта уже екі листін дайындап қойдым. Енді мына жақта аяқтап жатырмын. Почти бітіп қалдым. Мен вареньелерімді жасап қойдым. И мен осы бір нанды бір тесттен алып қалдым. Қазір осының ішіне мен бұрыш салғым кеп тұр. Бұрыш салып қойғым кеп тұр. Кімге түседі екен сосын көреміз қазір достар. Қазір бұрыш салып қояйын деп жатырмын. Өстіп кішкене көптеу қылып. Кімге түсіп қалар екен? Қызықты болса көріңіздер, видеоның соңына дейін. Күшті болады қазір. Мына вареник. Осыны ішіне жасап қойдым. Мен енді білдіру үшін бұлай істеймін ба? Сөйтіп пельмен жақсы істеп қойсам екен менде. Осы істеп қойын, кімге түсетінін көреміз сосын. Мынау жаңағы манты ғой. Ой, вареник қой. Который ішінде бұрышы бар. Қазір кімге түсір екен? Тамақ ішеміз. Қазір кім сабалар екен? Көреміз қазір. Ал тамақтарын ала қойды, папа бастасын, бісміллә деп. Папа салып берсін. Жаңағы ішінде картошкасы аз болып кетті кішкене. Дей салыңдар. Мен шыққан. Жоқ, мен де қоям. Кішкене картошка аз болып кеткен соң нанның ішіне салсам ғой. Ас болсын қыздарым. Рахмет. Не деп айтасыңдар? Рахмет. Тамақ ішер алдында не деп айтамыз? Ас болсын. Сосын Рахмет. Бисмилля. Кетчуп, майонез керек па біреуге? Еп. Неге? Кәсіптер. Папа жақып береді. Майонез керек маған. Ал ас болсын балалар. Жаным ас болсын сағанда. Іштен сағыр. Үші ішінде кетчуп дейсің ғой. Бұрыш қой. Маслатта. Бізде қыздар сабаққа кетіп бара жатыр. Бүгін осындай жасыл түс болып бара жатыр қыздар. 2 мойдынса күнде бір түсіп келетін болды сабаққа. Еще айтады, күштеген сабаққа барған. Әртүрлі киімдер киіп бересің дейді. Бүгін жүді ертуған ауыр шықты. Түнімен мұрны ағып, жөтеліп. Екі қызын мектептен алып келген. Өздері іште жүріп білінбейді, соны ертуғанға алып келді ғой деп, походу адаптациясын бәрін. Сонымен кетіп бара жатырмыз. Бүгін күн ыстық болып тұр бізде кәдімгідей. Екі қыз жұқа киіндіріп алып шықты. Ыстық. Бүгін еще кішкене ұзақтау қалады сабақта. Ау? Қисайып тұрған ағаш па? Бүгін екеуі еще кішкене сабақта ұзақтау қалады. 1,5 сағат қалады. Понедельник күні тағы ұзартады. Солайынан. Құстардың үйі дейді Фатиха. Мен жердегі құстардың үйін көріпті. Күшті погода, күшті. Үйге кеп жатырық. Жолда магазинға соғып сосиски алдым. Осындай сүтпен деген. Балалар жақсы жейді. Сүт. Осындай екі приправа алдым. Біреу для курицы. Біреуі сыр говядина. И обязательно пепси. Пепси, как это? Қазір сосиски тестіма бірден жасай салайын деп тұрнадан. Или жарт етіп па көреміз. Осымен достар, видеомды аяқтайын. Бізге тіркелмеген болса тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарийді жазыңыздар.